Органдарының 20 жылдығын атап өту аясында мемлекеттік қызметкерлер арасында алға басу движение вперед қайырымдылық жүгірісі өтті. Аталмыш марафон Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментімен және Қарағанды қаласы әкімдігімен бірлесе отырып ұйымдастырылды. Іс-шараның ерекшелігі Астана, Алматы қалаларында және барлық облыс пен аудандарында бір күнде, бір уақытта, бір стартпен өткізіліп насихатталды. Салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған жарысқа бас аяғы 600-ге жуық адам қатысты. Мемлекеттік қызметкерлер мен түрлі сала мамандары қолдауға арнайы келген қарағандылық спортшылар жүгіріп өтті. Марафонның мақсаты елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауына сәйкес бұқаралық спортты дамыту, мемлекеттік қызметшілер арасында салауатты өмір салтын насихаттау және спортқа баулу болып табылады. Мұндай қайырымдылық жүгірістер ерікті бастамамен облысымыздың барлық қала және аудандарының мемлекеттік қызметшілердің арасында бір уақытта өткізілді. Біріншіден бұл елбасымыздың өткенде барлық қазақстандық азаматтарды спортпен шұғылдануға шақырған ұранына, яғни салауатты өмір салтын ұстануға шақырған ұранына сәйкес келеді. Екіншіден бұл марафонның қайырымдылық деп жатқан себебіміз қазір облыс бойынша бір 2000-ға жуық қызметшілер осы облысымыздың, қаламыздың тұрғындары қатысып жатыр да, шамамен 1.400.000-дай ақша жиналды. Бұл ақшаны біздер осы елімізде емделуге мұқтаж болып жатқан балаларға жұмсайтын боламыз. Жарыстың мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастырып қана қоймай, сонымен қатар балаларға өмір сыйла қайырымдылық жобасына қолдау білдіру болып табылады. Марафонға қатысқан әр қызметкер қалауы бойынша акцияға ақшалай көмектесті. Осындай қайырымдылық іс-шараларды өткізу арқылы мемлекеттік қызметшілерді салауатты өмір салтына баулу. Қарағанды облысы қоғамдық сақтау мекемесінде қайырымдылыққа қатысты іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады. Бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шара соның біреуі. Жеңіл атлетика жарысының қорытындысы 3 номинация бойынша марапатталды. Ең белсенді ұжым тобы Қарағанды облысының сатып алу басқармасына бұйырды. Жүгіріс ақсақалы номинациясын фармация департаменті басшысының орынбасары Жаныбек Жапаров алды. Ал ең кіші жас санатындағы қатысушы экономика және қаржы бөлімінің бас маманы Нұрлыхан Таев атанды. Сондай-ақ барлық қатысушыларға сертификаттар табыс етілді. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шайнин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.